Тайбурылдың шабысы. Бауырына қамшы батқанда, денесіне бұған дейін құртқаның нәзік саусағынан басқа нәрсе тиіп көрмеген Тайбурыл шиыршық атты. Атандай төсі салынып, құбылып гулегенде, табаны жерге тиер-тимес қалықтап созылды. Сәлден соң құлағының түбі жіпсіп, қарсы ұрған күн сәулесінде жылт-жылт құлпырды. Тер шыққан сайын бурылдың шабысы түзеле берді. Көлденең жатқан аңғарды жер ошақ құрлы көрмей зымғап келеді. Атының жүрісіне көңілі толған қобыланды іштей ғана тілек етті. Көріктімнің текті сай, қайран құртқа қадіріңді енді білдім ғой. Тұлпарың қанатың деп едің, сенің сөзіңді де бір сынап көрейін осы жолы. Ал бурыл, қолтығыңда қос қанатың болса, үстіңдегі мен бір Аллаға аманатпын. Екі аяқты пендеден алдыма қара салғызбаспын деп, намысқа қызып, кеудемді көрікте керіп жүрген өркөкірек жан мен едім. Қыдыра жалды, қылқұйрықтыдан сен де алдыңа бірде-бірін шығарма, Тайбурылым. Екеуміздің осы бүгін намысты қолдан берер жаймыз жоқ. Қатын қобыланды жаудан қорқып үйінде болып қалды деп, қорлап кеткен кешегі көп қияттың шаңына көміліп, тағы да мысымды басқызба. Нағыз тұлпар болсаң, 40 күншілік қазан қосына осы бүгін мені қатсең де жеткіз, жан серігім. Тобылғы сапты қамшы ысқырып келіп, Тайбурылдың санын осып түсті. Сол-ақ екен тұлпардың жаны қатты қысылды. Жуан дойырдың дың қара санды тіліп түскен сондай, жарадан аққан қызылған қайрақ тасқа қақ болып тұнды. Қақ болып тұнған жылы қанға жапыр-жыпыр мелеген қарға құзғын тойынып қарқ боп қалды. Тайбурыл ұзыннан созылып сала берді. Үкілі құйрық майдажал алдынан ескен желмен судырай жайылып, суылдап қылқобыздың нәзік ызылындай үн шығарды. Жартысы күміс, жартысы алтындай жылтыраған түгінің әр қылына бусанып, шық моншақтай тер оралды. Төрт аяқты қарыштай сермегенде, соңынан 4 құйын тұтанып, сардаланы ойытқып кезіп кетті. Бурыл тер шыққан сайын құтырына өрледі. Адырды адыр екен деп қарамады. Белді бел екен деп бөгелмеді. Көлденең жатқан көк тасты жұмыр тұяғымен сазбалшықта иілеп, қоңыраулатып дауыс созғанда, көз ішінде болдыраған алысты жақындатып, қиырдағы қашықты тарылтып жіберді. Күн тас төбеге келгенде Тайбурылдың шабысы бұрынғысынан да түзелді. Көлге біткен қамыстай қос құлағы тігіліп, шірене тартып, қатты серпіген сұр жебедей суырылды. Түс ауа бере, илеуі жеткен қайыстай бүгіле түсіп, 4 аяғын көсіле тастағанда, зергердің созған әбіре сымындай есілді. Бесін кезінде маңдай тұстан шүйкедей шаң көрінді. Шаң көрінгенде, алтайы түлкідей бұлаңдаған бурыл одан сайын аршындады. Әлгі шаңның иесі қол соңында бара жатқан қара бұқан жауырыншы екен. Ағындап жеткен бойда қобыланды атының басын сәл іркіп, армысың аға, алдыңда кім бар, дептірі. Апырай, жеттің бе қобыланды шырақ? Бәсе, елдің кегін сендей азаматы қумағанда кім олсын? Осынау белдің астында мен білсем, қос дәулет кетіп бара жатса керек, деп қатарласа шапқан бұқан
қамшысымен алдын нұсқады. Сөзінің созын көз көрімгейінде бітірген жауырыншы болдырап қала берді. Тайбурылды сыдыртып дегенше Қобыланды қос дәулеткеді екпіндетіп жетіп құйрық тістеді. Армысың аға, алдыңда кім бар? Сен бе едің шырақ, келгенің жақсы болды Қобыланды. Алдыңда ақ қозы бар. Құтырына құйғытқан Тайбурыл омыраулы төсті желге өпкізіп, аздан соң ақ қозыны да басып озып, аласа төбеден аса бере қара қозымен қатарласты. Армысың аға, алдыңда кім бар? Қарағым, өзің бе едің? Енді жолымыз болар-ау. Кешеден бері қарасын бір көрсетпей, қараман құрдасың үзіліп шығып еді. Астындағы арғымағы тым жүрдіп көсем екен. Әй, талай жерге ұзадау, саған бүгін жеткізбе сол, деген қара қозының сөзі намысына тиген Қобыланды Тайбурылға тағы қамшы басты. Көктен құйған тамшыдай құлдырап зулаған бурыл шабысты тіпті өршітті. Қос құлағын жымайтып төскейден безген қояндай созыла көсілгенде айнала тегіс дөңгеленіп жүре берді. Қараманды бірталы ұзап кеткен екен. Еті қызған Тайбурыл қойсын ба? Сақпаннан атқан тастай боп гулетіп жетіп-ақ келді. Сәл ғана тізгінін іркіп, шабысын тежеп, Қобыланды құрдасымен қапталдасты. Ой-бой, мақтаған атың осыма досым-ау. Мынауың жауға шабар тұлпар емес, қойға мінер шобыр ғой. Мұна жүрсіңмен, менің бүгін тіккен қосыма 12 күннен кейін келерсің. Ал қалай екен құрдас? Қатын деп қарамай кетіп едің, құртқаның жаратқан атының өнерін байқаш өзің. Көріп келемісің, Аяштың баптаған аты озып, қапыда қаласың-ау енді құрдасым. 3 күн кейін шығып, бұрын келіп тұрғанымды білсең, асыл құртқамның қадірін сезген шығарсың. Қобыланды лықсытып тізгінді босатты. Солақ екен, шоқпардай кекілді желмен тарап, сіңірлі тік аяқты кеудесін соғардай бауырына жинай, серіппедей атылған Тайбурыл қарқынды күшейтті. Сәлден соң қалың қият жерге бір сірейген жансыз ботадай селдіреп артта қала берді. Бурылдың 4 табаны әр жерден бір тиіп, қалықтап ұшқан қыран құстай тағы сорғалады. Аманбайдың ақ тікенінің тұсына келгенде тіпті екіленді. Қарсы келген қабақтан қарғып өтіп, сеңгір-сеңгір таулардан секіртіп асып келеді. Дөңгеленген көп төбенің басында шудаланған шаңы ғана ұйысып қалды. Қамыстының қазды көлі мен қоғалының қолы көлінің тауылдатып шашыратқан суын бір-біріне қосты. Шегендінің желді көлді де, шағалылы шалқар көлді кейін қалды. Қызғыштының қызды көлі мен құмыра қотан қос көлдің жағаларын дүбірлетіп, үйрек қазын дүркіретіп ағызып өте шықты. Күдерінің дөңкейген дөңіне бесін ауа жетіп еді, хан жайлаған Қаратау мен бей жайлаған Алатау да артқа тастады. Түйе мойнақ ер тауды бауырлап, қыземшекті сүйір тауды төбелеп, Атасу мен Манаханын да көз ұшында бұлдыратты. Оты ашы, суы сасық шөлден де өтті. Қасқалдақты көлден де өтті. Тобылғылы нұраны сексеуілді жыраны да бауырына бүктеді. Баялышты құмайттың шаң боранын түтетіп, бүлдіргенді шымайттың сазбалшығын иледі. Шапқан сайын бурылдың қолтығы жазылды. Пысқырғанда найзағайлы күндей күркіреді. Сілкінгенде сауырынан аққан тері жаңбырдай сіркіреді. Жалғаса ұшқан қоңырғаз қанат сілтеп тырбанса да, алдындағы аяғынан артқы аяғын сынық сүйем кем басып,
арындаған тұлпардың борандатқан тозаңында адасып-ақ қалды. Жер дүние үйірле дөңгеленгенде, қобыландының садағының бауы сартылдап, масаты шалбарының кең балағы қас жүйріктің қос қанатындай болып жалпылдады. Бүйірі қызған сайын елерген бурыл ауыздықты қарш-қарш тістеп, жүгенін жұлқа тартты. Тұяқ деген жер апандай боп төңкеріліп жатыр. Бір кезде тұлпар секіре ұмтылғанда 5 құлаш боп созылады. Омырауында тері көпіршіп, тұяқтан ұшқан кесек тас қызылбас мылтық оғындай аспанға атылып, қазбауыр бұлттың төсін тіліп өтті. Шын арындағанда жануар арандай аузын ашып, ұзын күрек тістерді айбалтадай жарқыратты. Мына төбенің шаңы ана төбенің шаңына көпір қосылды. Тайбурылдың шабысы кешке қарай тіпті деді. Құлан мен құлжаны көз шында көрсе, сәлден соң-ақ көлеңкесімен көміп кете келеді. Көл жағалай отырған көк құтан мен қарабайды көтеріліп шыққанша белінен басып, бытырлатып кетті. Тұяқ астында топырлап дуадақ пен сұқсырда қалды. Қиядан тоят іздеген ақсұңқан бір лашынға той болды. Топырлап жатқан әлгі құстарды әрқайсысы іліп-іліп әкетті. Намаздыгер кезінде ебелек ұшпас елсізден өтіп, құладүз мидай жазықты, ылай батпақ көлді, асқар биік белді жалғыз шауып, артқа қалдырды. Көлеңке басы ұзарып, қойнауға ала көм ұялап, көз байланар шақта алдынан кішірек бір бел көрінді. Бидайықты ақ татырға жайылып жатқан ақты бозды көп қойды көз шалған қобыланды қалаға жақындағанын сезген еді. Сол ақ екен тақымды тағы қысты. Суылдаған сұр жебедей жүйткіген бурыл, әне-міне дегенше бесағаштың түбінде жайылып жүрген қалың жылқыға аңқытып келіп жеткен еді. Көк алалы көп жылқы жалғыз атты жүргіншіге бөрі құлақтарын тікірейді бүрке қарап тұрды да адырай жөнелді. Тайбурылмен алдын ораған қобыланды тай құлынына дейін шашау шығармай, шоқтай ғып еріп алып, табынды шығар аузы тар бір қойнауға айдап тастады. Содан соң қозыкөш жердегі сырлы қаланың бас қақпасының алдына жетіп, ат басын тіреді. Қорғанның үстінде отырған қызылбастар жалғыз жігіттен қорықпай, әжуалап күліп мазақтай бастады. Қарсы шығар ешкімді бұған дейін көрмеген басқыншы жау әбден есіріп алған еді. Қобыланды қатты заланды. Қалқанын бетіне қалқалап тұрып, арыстандай ақырып айбат шақырды да, Тайбурылды қақпаның үстінен бір-ақ ырғытты. Тігетіп қорғанның арғы жағына түсісімен, қос жауырын садақтан күшіген қауырсынды сұр жебені қардай боратты. Алмас қылышты ай астында найзағадай жарқылдатты. Гулеген найзаны оңды солды сермеді. Жеті кәміл піріне сыйынып, жасанған жаудың ош еті мен бош етіне андыздап өткенде, жолында сұлаған өліктер төбе-төбе боп үйіліп қалды. Жалғыз жігіттің қаһарынан сескенген қызылбас қолы көп ұзамай-ақ батырдың алдына қалбалақтап келіп аяғына жығылды. Қол қусырып сауға сұрады. Тұтқындағы ноғайлы қазақты тегіс босатты. Босатты да қаланың тізгінін өз иелеріне ұстатты. Сонымен Қобыланды сырлы қаланың халқын бейбіт тірлікке көшірген соң, Тайбурылын аяңдатып, шаһардың ту сыртындағы қасқырлы таудың қасына барып шатырын құрды. Сол жерде оңаша демалып жата берді. Дәл 12-ші күн толғанда, құртқаның сөзін сынамаққа батыр биік дөңнің үстінде отырып жан-жағына көз жіберді. Сөйткенше болмай, көз шында болдырлап тұрған қырлы қаланы
қалың қияттың қаптап келіп қоршап алғанын көрді. Көп тұяқтан көтерілген қою шаң көк жүзін бүркеп кетті. Шаң сәл сейілгенде 40 монғол қырлы қаланың 6 қабат орнын сыртынан орап алып, бірақ қақпаның аузын аша алмай әуреге түсіп жатқанын және байқап қалды. Құрдасы Қараман астындағы атын қайта-қайта қамшылап, 6 қабат ордан қарғытып өте алмай-ақ қойды. Жау жүрек батыл досының меселін қайтарған тұлпар болмай кеткір толықтың тартыншақтағанына қатты кейіді. Бірақ құрдасын қанша аяғанымен ішіне қатқан бір қыжыл батырды құрсаулап қойғандай орнынан тапжылтпады.